Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен сәбіз пирогының рецептін бөлісетін боламын. Сәбізден пирог қалай шығады екен деп көп уақыт бойы жасамай жүредім, бірақ жасағаныма өкінбеймін, дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Пирог өте жұп-жұмсақ. Пирогқа қажетті құрамды төменге жазып қоямын. Ал енді іске кірісейік. Ең алдымен жұмыртқаны қантпен жақсылап миксерлеп аламыз. Көлемін 2-3 есе ұлғайтқанша, әбден көпіршік болғанша 5-6 минуттай миксерлеп аламыз. Сонда біздің пирогымыз көтеріліп, әдемі болып шығатын болады. Осылай көлемі үлкейіп, әбден көпіршіктенгеннен кейін үстіне сұйық майды құямыз. Одан кейін сәбізді үкіштің ұсақ көзінен өткізіп, осындай ұсақ болу керек, сәбізді саламыз және де жаңғақты блендерден өткізіп саламыз. Разрыхитель соданы салып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Бәрі араласып біркелкі болғанша миксерлейміз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Үстіне ұнды салып миксерлейміз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Осымен пирогтың қамыры дайын, миксерді тоқтатамыз. Осындай диаметрі 24 см болатын форманы аламыз. Астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын сары маймен майлап, осылай қамырдың барлығын салып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минуттай пісіреміз. Піскенін осылай таяқшамен тексереміз. Таяқшаға жабыспай құрғақ болып шықса, онда арасы толық пісті деген сөз. Пирог толық суғаннан кейін дастарханға ұсынып жей беруге болады. Бірақ мен кішкене бетін әсемдедім. Әсемдеуі ол міндетті емес, ол өзіміздің қалауымызша. Негізі осы бисквитті морковный тортқа, яғни сәбіз тортына пайдалануға болады. Міне арасы осылай көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. Пирогты осылай келесі бетіне аударып, жарты лимонның согын бетіне осылай құйып шықтым. Кез келген шоколадты ерітіп, осылай бетіне жағып шығуға болады. Шоколадты еріткенде мен салафанға салып, ыстық қайнаған суға салып қоямын. Сонда тез еритін болады. Одан кейін осылай бетіне апельсиндерді қойып, жаңғақты қойып сәндеуге болады. Пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің де ең сүйікті пирогтарыңыз болатынына сенімдімін. Менің каналымдағы видеоларды ең бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Пирогтың дәмін көрейік. Міне кесілгенде арасы осындай көтеріліп, әдемі болып шығады. Дәмі өте әдемі. Маған ұнады. Арасында сәбіздің бар екені де білінбейді. Жасап көріңіздер, ас болсын.